Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Бүгінгі сабағымызда біз Қазақстан және Ресей суретшісі Герман Титовтың шығармашылығымен танысатын боламыз. Герман Титов 1962 жылы Украинада дүниеге келген. Дегенмен бала кезінде Қазақстанға көшіп, Алматы қаласында балалық шағын өткізген. Кейіннен Абай атындағы педагогикалық институтына түсіп, көркем сурет мамандығы бойынша білім алып шығады. Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде суретшінің 40-қа жуық көркем туындылары көрерменге ұсынылған. Картиналардың сюжеттері көрерменнің алдында қазіргі қала өмірінің динамикасында туындалған қарапайым адамның ойлары мен өмір толғаныстары ретінде пайда болды. Атап айтқанда, көрме қонақтары кеш, төбешік, үйлер, түтіндер, жасыл алқаптар, қызыл алқаптар, ымырт, төбелер және жаңғырық сияқты картиналарды көре алады. Өнертанушылар Герман Титовтың шығармаларына қарап, көңіл-күй кескіндемесі деп атаған. Оның сыры суретші өз шығармаларында тәжірибе жасағанды ұнатады. Себебі кейбір композициялар, туындылар өзінің мөлшерімен, көлемімен, тіпті пішінімен көрерменді таңдай қақтырады. Алдарыңыздағы кезекті туынды деп аталатын композициялық туынды. Туынды дегеніміз балалар, қайта өрлеу дәуірінде шеңбер ішіне сыйдырылып жазылған көркем туынды. Алғаш рет туынды композициясын танымал Леонардо да Винчи, Рафаэль Санди сияқты қайта өрлеу дәуірінің шеберлерінің шығармаларынан кездестіруге болады. Туынды форматындағы бұл жұмыстар экспозицияның сезімге толы үйлесімді форматында көрерменге кеңінен ұсынылған. Суретші қарқынды түстер композициясында үйлесімді дыбыс шығаруға тырысады. Герман өз жұмысын акрил картонда жазады. Бояудың қасиеттеріне байланысты кескіндеме жарқын және мәнерлі болып шығады. Кенептер үлкен. Оларда суретші өзінің өткен күннің әр сәт ұстап көрсетеді. Кез келген адамның өміріндегі ең қарапайым күнделікті оқиғалар орын алатын сәттерін бейнелейді. Шындықтың осы заманауи бейнесінің арқасында оған қатысы бардай көптеген оқиғалар ой елегінен сәтті өтіп, композицияда шешімін табады. Алдарыңызда ұсынылған кезекті шығарма терезелер деп аталады. Суретші көп қабатты қала тұрғындарының терезелеріне көрерменді үңілуге шақырады. Терезеден үйдің тұрғындары айқын көрініс тапқан. Олар бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Әр адамның өзіне тән өмірі, өзіне тән тағдыры бар. Өнертанушылардың айтуына қарағанда, Герман Титов белгілі идеяға қызығушылық танытып, тақырыпқа барынша енуге және кездейсоқтың элементін алып тастауға мүмкіндік беретін көркем тақырыптарды өз шығармаларында негізгі арқау етеді. Осы процесс көптеген көрермендерді қызықтырып, өзіне еріксіз баулап алады. Бұл жұмысқа толығымен еніп кеткен суретші өз шығармаларында бояу ізденістерін, буырқаған тондық арақатынастарды сәтті бейнелеуге көп көңіл бөледі. Суретшінің шығармалары жасырын және айқын контрастты жұмыстармен атмосфераны еріксіз айқын көрсетеді. Шеңбер ішіндегі композицияның маңызы бұл адамзаттың табиғатпен бірге үйлесімдікте өмір сүру салтын көрсетеді. Герман Титовтың кезекті туындысы жаңғырық деп аталады. Егер шығармаға жақынырақ қарайтын болсаңыздар, шеңбер ішінде күзгі дала көрінісі, яғни кеш түскен сәттегі суретшінің табиғат ішіндегі әдемі сәттері, яғни таулар, ағаш, дала келбеті. Бір қарағанда біз Титовтың шығармаларында ауа тереңдігін байқамаймыз. Себебі суретші шынайылықты өзінше бейнелейтін суретшілер қатарына жатады. Оны графикалық бояу жағыстары арқылы, сызықтар арқылы көрсетеді. Герман Титовтың шығармаларының тағы бір құндылығы бұл композицияның графикалық, сызықтық ритмде үйлесімді жасалғаны. Онда негізгі кейіпкер табиғат әлеміне бағыныңқы, яғни адамзат табиғатпен үйлесімді өмір сүру керек. Мұндағы түстер кешкі түскен ымырт сәтті, салқын тартқан реңдерді сипаттайды. Яғни суретшінің
кешкі мерзімдегі табиғаттың өзгеше құбылатын сәттерін ұтымды бейнелейтін тұстары. Алдарыңыздағы кезекті туынды «Туған күн» деп аталады. Композицияда қала жастарының мерекелік көңіл күйі суреттелген. Қала маңында қарапайым жайылған дастархан. Негізгі кейіпкер дастархан басында орналасқан. Туған күннің қонақтары да туған күн иесіне сыйлығын алып, артқы композицияның бөлігінде мерекелік көңіл күйді сездіреді. Себебі қолына шар ұстаған боз бала туған күн иесіне ерекше асқан сезімде бейнеленген. Мұнда бояу түстері ерекше отты қызыл реңдерге бағыныңқы тонда жазылған. Кеңістік бұл көріністе жан-жағынан қамтылған, яғни суретші айналадағы болған оқиғаны сырттан бақылаушы ғана. Бұнда қала көрінісі қарапайым қазіргі заманның жастарының өмір тынысы өте сәтті сипатталған. Суретшінің жеке экспозициясы әртүрлі суреттерге толы. Кейбір шығармалар тіпті сериал жалғасымен де толықтырылады. Суретші мұнысымен бір тақырыпты сан мәрте шешіп, оны көрерменге жан-жақты қырынан ашуға шақырады. Суретші Герман Титовтың өзі айтқандай, кез келген адам оның шығармаларының негізгі кейіпкері болуға лайық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Ал енді тест сұрақтарына жауап береміз. Бірінші сұрақ: Герман Титовтың композициялық шығармалары қандай бояумен жазылған? Екінші сұрақ: Герман Титовтың «Терезелер» атты шығармасында қандай көріністер бейнеленген? Үшінші сұрақ: Герман Титовтың шығармаларындағы негізгі кейіпкерлер кімдер?